Тірі адам жоқ, тым-тырыс. Көше, Меккем. Қайда кеткен қарбалас кеше өткен. Мұсылманы әлемнің бұл көшемен асығатын қағбаға неше көктем. Бірақ мүлде, бәрі жоқ бірақ күнде, түстік мұндай жағдайға не себептен? Түріміз бе дәметкен қошеметтен, тіліміз бе әр нені өсе кеткен, түніміз бе өткізген күнә жасап, күніміз бе шайтанға есе кеткен. Түстік мұндай жағдайға не себептен? Мекке түгіл сағынтып жұма қатты, бар мешіттің есігін күнә жапты. Харам тыйым істердің кесірі ме карантин деп аталды бұл абақты. Бір Аллаға лайық құл бола алмаған өзімізден іздейік кінәратты. Алла бәрін естуші, һәм білуші, орындайық 5 уақыт мінәжатты. Күндіз түні жасайық дұға қатты, құтқаршы деп күнәлі жұрағатты. Енді мұнау ортада қазір коронавирус деген мәселе күшейіп кетті. Қазір больницалардан хабарласып отыр, сіз пәленше екпе салдырдыңыз ба? Неге? Коронавирусқа қарсы. Құдай сақтасын, мен ата-бабам да салдырмаған, мен де салдырмаймын. Жақсы. Енді осы нәрсені айтайықшы. Коронавирус. Кешегі Қытайда мұсылмандар азапталды, ұйғырлар азапталды, қазақтар азапталды. Енді осының арасында халық күшейіп отырды. Құдайың әділ болса, неге анау жаңағы Қытайды жойып жермен жексен қылмайды? Құдайың әділ болса, неге аналар Құранды өртеп жатыр, басқа қылып жатыр деп жатырмыз ғой. Біз бұлай айтудан бұрын кішкене бір ойланайықшы. Бұлай айтудан бұрын Құдай тағала 5 уақыт намазы парыз қылды, оразаны парыз қылды, зекетті парыз қылды, қажылықты парыз қылды, иманды парыз қылды. Біздің арамызда 100 адам намаз оқыса, 10 000 намаз оқымайды ғой. 100 адам ораза ұстаса, 10 000 ораза ұстамайды ғой. Алла Тағала азап берсе бар ғой. Ана Құранда таптаған жоқпыз, жарайды. Мешітті бұзған жоқпыз, жарайды. Бірақ Құдайдың бұйрығын ешқайсысын орындап отқан жоқпыз ғой. Ораза күнде обедте той жасаймыз. Ораза күнде тыртылдатып кафеде ас ішеміз. Зекет беруге дүниеміз бар, зекет бергіміз келмейді, бермеймін, неге беруім керек? Құдай маған бір тиын беріп қойып бет деп сөз сөйлейміз. Алла Тағала намазды парыз қылды, намазды не үшін оқуым керек? Әлі жаспыз ғой, ойнап қалуымыз керек қой. Осы сөздерді айтып жатыр. Анау коронавирус бар ғой, Қытайға келген жоқ, бұл ескерту болып келді. Ескерту болып келді бізге. Ертең сол біздің басымызға келеді. Неге? Олар мейлі мұсылмандарға азап берген шығар. Мейлі олар жаңа Құранды таптаған шығар, канализацияға тастаған шығар, мейлі мешітті бұзып өртеген шығар. Біз Құдайға қарсы келмей жатырмыз ба? Сөйлейік. Кім айта алады? Біз Құдайға қарсы келмедік деп. Оразаны парыз қылды. Орындамай жатырмыз. Қанша парыз амалдар жоққа шығарып тастап отырмыз. Оразаны парыз қылды, орындап жатқан жоқпыз. Зекетті парыз қылды, орындап жатқан жоқпыз. Қажылықты парыз қылды. Енді адамдар айтады, жұрттар 10-15 рет қажылыққа бардық дейді. Одан да басқа біреулерді апармай ма деп жатады да. Бірақ өзің 20-30 рет, жылына 4 рет жаңағы Турция, Дубайға барып келесің. Оны ешкім әңгіме қылып жатқан жоқ қой. Біз Құдайдың парызын әңгіме қылғымыз келеді, өсек қылғымыз келеді. Біреулер қайдағы бір ойнасына, машинаның ең соңғы моделі, ойнасына ең соңғы бір үйлерді беріп жатқанда, мешітке мұқтажға берілген бір кілтті әңгіме қылып, мынауысы не, бір адамға жария қылып болмайды ғой деп. Субханалла, сен харамға жұмсап жатқанда халал дүниені неге ластамақсың сен сөздеріңе? Қандай хақымыз бар біздің? Біз біреуді сөйлегенде, біреуді таттағанда бар ғой, біз мықтымыз, біз арыстанбыз біз. Бізді ешкім ала алмайды. Бірақ біз қателігіміз айтқанда ше, жоқ, біз сүттен ақ, судан тазамыз біз. Жоқ, қателік өзімізде. Анау коронавирустан үлкені келуі мүмкін бізге. Қашан? Құдайға қарсы келе берсек. Кешегі мынау Арыста болған жағдайда да мына бір мәселені айтылып отыр. Арыста анау снарядтардың жарылуына себеп болған деп халықтардың арасында бір сөз жүрді. Мешіттерде жамағат азайып кетіп еді дейді. Мешіттерде жамағат азайып кетіп еді. Қыздарымыз етектері қысқарып, арсыз, намыссыз болып кетіп еді. Құдайдың бір ескертуі болды ғой деп жатыр. Қай жерде бір сынақ болады ағайындар, бұл жерде Алланың қарғысы болып жатқандығы. Міне осы жылғы қысымызды қараңыз қандай болып кетті. Қанша адамдар көлік апатына жолығып өмірден өтіп жатыр. Қанша көліктер қалып қойып. Не бұл нәрсе? Не нәрсе білесіз бе? Бұл ескерту. Пенделерім, еске алыңдар, естеріңді жинаңдар. Қазір той десе сыймай кетеміз тойханаларға. Жаназа десе 15-20 адам жаназада тұрады. Жаназаға адам таппаймыз. Бірақ кафеге барсаң 500-600 адам кафеде жүреді.
Бұрын қатындар жүруші еді, қатыннан еркегі көп қазір. Құдайды ұмытқан, өсиет қылған, субханалла. Құдай тағала бізге ескерту жібермейді. Кімге ескерту жіберсін? Осыны айтыңыздаршы.